Ноутбукты ашып қалсам, ноутбукты жапқан сәттен бастап, үйдің іші бұрынғыдай болудан қалды. Қабырғалар тарылып кеткендей. Ауаның өзі ауыр. Жансу сол күннен кейін бір нәрсені анық түсінді. Кейде бір ғана көрініс бүтін бір отбасының тыныштығын шайқалтады. Ол атасын жек көріп кеткен жоқ. Жек көруге дәті де бармады. Бірақ көңіліне кірген күдік ең қауіпті нәрсе екенін енді сезінді. Неге дәл мен көрдім? Неге дәл сол күні? Егер көрмегенде бәрі бұрынғыша болар ма еді? Осы сұрақтар түнде ұйқысын қашырды. Күйеуі жұмыстан шаршап келеді. Балалар өз әлемінде, ал ол екеуінің ортасында тұншыққан келін. Кейде ас үйде шай құйып тұрғанда, арт жағынан аяқ дыбысы естілсе, жүрегі зу ете қалады. Өзінен өзі ұялады, өзінен өзі қорқады, өзінен өзі ашуланады. Мен неге бұлаймын? Ол балаларымның атасы ғой. Бірақ санаға бағынбайтын бір түйін бар еді. Үй ішіндегі үнсіздік. Бұл үйде ешкім дауыстап сөйлемейді. Бірақ үнсіздік айқайдан да қатты. Жансу байқады. Атасы бұрынғыдай қонақ бөлмеде отырмайтын болды. Көбіне өз бөлмесіне кіріп кетеді. Есігі жабық, ал ол есіктің ар жағында не болып жатқанын білуге де, білмеуге де қорқады. Кейде балалары атасына жүгіріп барғанда жүрегі аузына тығылады. Көріп қалмасын, естіп қоймасын. Бірақ ол нақты не нәрседен қорқатынын өзі де түсінбейді. Бұл намыс пен қорқыныстың ортасындағы әйелдің күйі еді. Күйеуі бірде байқап қалды. Соңғы кезде тым тұйықсың, бірдеңе болды ма? Жансу жауап бере алмады. Тілі күрмелді. Қалай айтам? Қалай жеткізем? Бір сөз әкені әке етпей қоюы мүмкін. Бір сөз отбасын екіге бөлуі мүмкін. Сол түні ол ұзақ жылады. Жастыққа үнсіз көз жасын сіңірді. Ененің орны енесі тірі болғанда. Жансу бұл үйде өзін қорғансыз сезінбес еді. Енесі бәрін реттеп отыратын. Кім қайда отырады, кім не айтады, кім не істеу керек, бәрін білетін. Енесі кеткен соң үйдің іші бассыз қалғандай. Атасы жалғыз, балалары өз тіршілігінде, ал келін екі оттың ортасында. Жансу кейде атасына да жаны ашыды. Ол да тірі адам, ол да еркек. Жалғыздықтың не екенін кім білмейді. Бірақ аяушылық қорқынышты өсірмейді. Теледидардан көрген жамалықтар, естіген әңгімелер, бәрі санасын улап қойған. Ол өзіне бір уәде берді. Балаларым бұл күйзелістен қорғау керек. Қандай жолмен болса да. Сол сәтте оның ойына бір ғана сұрақ қайта-қайта келе берді. Мүмкін атамды тез арада үйлендіру керек пе? Бірақ бұл ойды айту тағы бір дау. Айтылмаған сөздің салмағы Жансу күйеуіне айтуға бірнеше рет бекінді. Бірақ әр жолы тілі күрмелді. Ас үйде отырып, шай ішіп отырған кезде, күйеуі телефон сұқылап отырғанда, балалар ұйықтап кеткен түнде, әр сәт ыңғайсыз. Сен бір түрлі болып жүрсің, деді бір күні күйеуі. Ауырып жүрсің бе? Жансу басын сайқады. Ауырғаны денесі емес, жаны еді. Ол күйеуінің әкесіне деген құрметін біледі. Қалай сыйлайтынын, қалай қадірлейтінін де. Сондықтан бір ауыз сөзбен бәрін қиратып алудан қорықты. Айтсам сенбейді. Айтсам әкемді жамандады дейді. Айтпасам өзіме ауыр. Осылай күндер өтті. Ал атасы, ол да бір түрлі өзгергендей. Бұрынғыдай немерелерін құшағын алмайды. Көзін төмен салатын болған. Тамақты үнсіз ішіп, бөлмесіне кіріп кетеді. Жансу бір сәт ойданып қалды. Мүмкін ол да ұялып жүрген шығар. Бірақ ұят бәрін түзетпейді. Атаның үнсіз сыры. Бір күні күтпеген жағдай болды. Жансу кешке қарай балаларды ұйықтатып жатқанда, күйеуі жұмыстан кеш келетінін айтты. Үйде тек екеуі қалды. Келін мен ата. Үй тым-тыныш. Ас үйден шәйнектің дауысы естілді. Атасы шай қоюға шыққан екен. Қызым, деді ол кенет. Жансу селк ете қалды. Жүрегі тарс етті. Келіп шай ішіп кетші. Бұл бұрын болмаған әңгіме еді. Жансу отырды. Екеуі үнсіз. Бір кезде ата ауыр күрсінді. Мен сендерді ыңғайсыз жағдайға қалдырып жүрген шығармын, деді жай ғана. Жансу не дерін білмеді. Жалғыздық қиын екен, деді ата тағы.
Енен кеткен соң, үйдің іші суып қалғандай. Сол сәтте Жансуның көзінен жас ыршып кетті. Ол мұны күтпеген. Ата жалғастырды. Мен жаман адам емеспін, бірақ жас емес екенімді де ұмытпаймын. Ол әрі қарай ашылып айтпады, бірақ бәрі түсініктеді. Сол кештен кейін Жансуның көзқарасы сәл өзгерді. Қорқыныш азайды, бірақ түйін шешілген жоқ. Отбасылық кеңес. Бір аптадан кейін үлкендер жиналды. Ағалар, апалар, келіндер. Барлығы дастархан басында. Әңгіме бірте-бірте атаның жағдайына ойысты. Әке жалғыз қалды, деді үлкен ұлы. Бәлкім қайта үйлену жайын ойласақ? Ата үндемеді. Барлығы оның жауабын күтті. Мен сендерді ұятқа қалдырғым келмейді, деді ол. Бірақ адам баласы тас емес қой. Сол кезде Жансу алғаш рет еркін тыныстады. Өйткені мәселе ашық айтуда. Бұл жаңжал емес, түсіністікке бастар жол еді. Келіннің шешімі. Сол күннен кейін көп нәрсе өзгерді. Ата бұрынғыдай бөлмесіне тығылып отырмайтын болды. Ноутбук та көзден таса кетті. Үйге тәртіп қайта оралды. Жансу күйеуіне бәрін ашып айтпады. Айтуға да қажет болмады. Кейде мәселені айқаймен емес, үнсіз түсініспен шешуге болады екен. Ол енді бір нәрсені анық білді. Ұятты жасыру емес, оны дұрыс жолмен шешу керек. Ал балалар, олар ештеңе білмейді. Солай болғанда дұрыс. Бұл оқиға бір отбасының ғана емес, көп шаңырақтың ішінде айтылмай жүрген шындық. Ұят бар жерде шекара бар. Ал шекара бұзылса, тыныштық кетеді. Ибаны сақтау бәрімізге ортақ жауапкершілік. Ұят пен үрейдің арасындағы шындық. Жансу бір күні өз-өзіне сұрақ қойды. Мен неден қорықтым? Атаның ісінен бе? Әлде қоғамның сөзінен бе? Кейде бір мәселенің өзі емес, оған беретін атауымыз қорқынышты болады екен. Ұят деген сөз талай керінді тұншықтырған, талай ананы үнсіз қалдырған. Жансу да сол үнсіздердің бірі бола жаздады. Бірақ ол бір нәрсені түсінді. Ұят жамандықтың қалқаны емес, тәрбиенің өлшемі. Атасы жаман жолға түспеді. Ол кек жалғыз қалды. Жалғыздық кейде адамды өзіне де түсініксіз әрекетке итермелейді. Жансу енді оны жау емес, өмірдің сынағына тап болған қария ретінде көрді. Сол сәтте оның ішінде бір ауыр жүк жеңілдегендей болды. Үйге қайта оралған тыныштық көктем келді. Терезеден түскен күн сәулесі үйдің ішін бұрынғыдан жарық қылды. Ата немерлерін қайта еркелете бастады. Балалар күлді, үй тірілді. Жансу бір күні ас үйде тұрып, өткен айларды еске алды. Егер сол кезде айқай салсам ше? Егер күйеуіме бірден айтсам ше? Мүмкін бұл үй қазір екіге бөлінер ме еді? Ал қазір бұл үйде айтылмаған, бірақ түсінілген шындық бар. Жансу бір нәрсені түйді. Кейде батылдық айқай емес, кейде батылдық сабыр. Ол бұл оқиғаны не үшін айтып отыр? Өйткені өзі секілді көп келін үндемей жүр. Олар да түнде жастыққа қарап жылайды. Олар да менікі ғана ма деп ойлайды. Бұл бір үйдің емес, бір ұлттың ішіндегі үнсіз тақырып. Бұл оқиға айыптау емес, бұл ой салу. Ата болып қалу керек. Келін қорғансыз қалмау керек. Балалар таза ортада өсуі керек. Егер бір үйде мәселе туса, оны жасыру емес, жөнге салу керек. Ұят бар жерде тәртіп бар. Тәртіп бар жерде тыныштық бар. Ал тыныштық кез келген шаңырақтың ең үлкен байлығы. Айтылмаған ақиқат. Кейде бәрі орнына келгендей көрінеді. Үй тыныш, балалар күлкілі, ата сабырлы. Бірақ шындық кейде тым кеш ашылады. Жансу бір күні үй жинап жүріп, ескі тарпаның түбінен кішкентай қоңыр конверт тауып алды. Конверттің бетінде еш жазу жоқ. Ашпақ болды. Бірақ жүрегі шым етті. Бұны ашуым керек пе? Ішінде бір бүктелген қағазбен ескі фотосурет бар екен. Суретте атасы. Қасында бейтаныс әйел. Бірақ екеуінің арасындағы қашықтық жоқ. Жансу суретке ұзақ қарады. Бұл енесі емес еді.
Ал қағазда бір ғана сөйлем. Кешір мені. Мен үнсіз қалдым. Жансу кімге арналғанын түсінбеді, бірақ жүрегі тынышталмады. Сұрақсыз қалған жауап. Сол түні ол ұйықтай алмады. Бір сурет, бүтін бір өмірдің есігін ашып жібергендей. Бұл әйел кім? Бұл сурет қашашан түсірілген? Неге жасырып келген? Жансу ертеңіне атасына сұрақ қоюға бекінді. Бірақ таңертең атасының бөлмесі бос еді. Төсегі жиналмаған, шапаны орнында. Ал үстелдің үстінде бір ғана жазба. Мен кеттім, іздемеңдер, бәрін кешіріңдер. Жансуның қолы дірілдеп кетті. Бұл не, қашу ма, әлде үнсіз қоштасу ма? Үнсіз кеткен адам күйеуі жұмыстан сұранып келді. Балалар мектептен ерте алынды. Атасы жоқ. Телефон өшірулі. Ағайындар жиналды, бірақ ешкім ештеңе білмейді. Жансу сол кезде сол бір суретпен хатты есіне алды. Мүмкін, біз бәрін кеш түсіндік бе? Ата үйден неге кетті? Өткенге өкініш пе? Әлде болашаққа жол ма? Аяқталмаған әңгіме. Кешке қарай үйдің есігі баяу ашылды. Жансу селгете қалды. Бірақ кірген адам ата емес, пошташ еді. Ол бір хат ұстатты. Хат басқа қаладан жіберілген. Жіберуші белгісіз. Жансу конвертті ашты. Ішінде бір ғана сөйлем. Кейбір шындық айтылмаса да сезіледі, ал кейбірі айтылса бәрін бұзады. Хаттың соңында аты жоқ. Жансу хатты қолында ұстап тұрып қалды. Ата орала ма? Әлде бұл соңғы қоштасу ма? Ол білмеді. Тек бір нәрсені түсінді. Бұл оқиға әлі біткен жоқ. Кейде тыныштық шешім емес, аралық күй. Ал кейде кету, қашу емес, соңғы мүмкіндік. Жансу терезеге қарап тұрып ойлады. Егер сол ноутбукты ашпағанда, егер сол үнсіздікті бұзбағанда, бұл үй қандай болар еді? Жауап жоқ. Тек сұрақ бар. Егер бір үйде мәселе туса, оны жасыру емес, жөнге салу керек. Ұят бар жерде тәртіп бар. Тәртіп бар жерде тыныштық бар. Ал тыныштық кез келген шаңырақтың ең үлкен байлығы.